Ресейден соғыстан қашқан азаматтардың Қазақстанға да топ-тобымен, лек-легімен ағылып келуі. Украинадағы 6 айдан астам уақытқа, яғни 212 күннен артық уақытқа жалғасқан соғыста өзінің көздеген мақсатына жете алмай кері шегінген Ресей қарулы күштері соңғы кездері Луганск, Донецк, Запорожье және Херсон облыстарындағы шебін әзер сақтап тұр. Әртүрлі тәсілдерді қолданып, алдыңғы шептегі әскер санын молайтуға тырысқанымен бұл нәтиже бермеді де, ақыры мұның соңы Ресей билігінің бүкіл ел көлемінен азаматтарды әскерге шақыруына әкеліп соқты. Ресей билігінің қаулысы бойынша бүкіл ел көлемінен 300 мың азамат әскерге шақырылуы керек еді. Алайда соңғы бір деректерде Ресей билігі көріністе 300 мың адамды әскерге шақырғанымен нақты мақсаты 1 миллион азаматты әскер қатарына тарту деген ақпарат тарап жатыр. Алайда Ресей қорғаныс министрлігі бұны жоққа шығарды. Дегенмен Ресей қорғаныс министрлігі әскерге шақыру қаулысына әйелдерде кіруі мүмкін, яғни әйелдерді де соғысқа шақыруымыз ықтимал деген мәлімет таратты. Азаматтарды соғысқа шақыру жөніндегі қаулы қабылданғаннан кейін Ресейдің ел ішінде шағын көлемді толқудар болды, алайда бұдан ештеңе өзгерген жоқ. Осыған байланысты азаматтар шетелге қаша бастаған. Бұл азаматтардың толқыны Ресей мен көршілес елдерге өте ауыр соққы болып тұр. Қазір Грузияның шекарасында да, Финляндияның шекарасында да, сонымен қатар Қазақстанның шекарасында да ұзын сонар кезек пайда болды. Осыған байланысты көптеген азаматтар алаңдаушылық білдіріп жатыр. Әсіресе Қазақстанның азаматтары, біздің отандастарымыз лек-легімен ағылып келіп жатқан Ресей азаматтарын тосу жөнінде, шекараны жабу жөнінде биліктен сұрап жатыр, өз талаптарын қойып жатыр. Алайда бұған билікте шарасыздық танытты, яғни кешеден бері халықтың осы талабына байланысты Қазақстан билігі де өз көзқарастарын білдірді, яғни біз бір кедендік одақта болғандығымыз үшін, сондай-ақ көп жақтардан ортақ келісім болғандығы үшін біздің елдің билігі Ресейден Қазақстанға келем деген азаматтарды тоса алмайды екен. Бұл жөнінде Сенаттың төрағасы Мәулен Әшімбаев мәлімдеді. Дегенмен Қазақстанның көші-қон саясатына байланысты шетелден келген азаматтар, яғни дәлірек айтайық, Ресейден келген азаматтар Қазақстан заңына сай Қазақстанда 3 ай тұра алады. Егер олар азаматтыққа тапсыратын болса, оның да өзіндік шарты бар. Яғни ол Қазақстанда тұру үшін, ықтияр хат алу үшін, немесе азаматтық алу үшін өз елінің мақұлдығы керек. Яғни біздің осы азаматымыздың Қазақстанда тұруына келісеміз деген келісім керек деп мәлімдеді. Сонымен қатар Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті де шекарадан кірген азаматтардың барлығы бақылауда екенін, біздің шекараларымызды қауіпсіздік күштеріміздің күзетіп жатқанын алаңдауға негіз жоқ екенін мәлімдеді. Қауіпсіздік комитетінің мәлімдемесіне қарағанда, соғыс басталған 6 айдан астам уақытта қазірге дейін Қазақстанға 1 миллион 600 мың Ресей азаматы келген. Демек, Қазақстан тәуелсіздік алғаннан 30 жылдан бері Қазақстанға 1,5 миллион қандасымыз әрең келсе, 6 ай ішінде Ресейден келген азаматтардың саны 1 миллион 600 мыңнан асып кеткен. Әрине бұл өте күрделі жағдай. Өйткені біз билік өкілдерінің жаңағы айтқан уәжіне сенгенмен, оның артында көптеген күдікті мәселелер тұр. Оның үстіне жемқорлық жайлаған Қазақстанда 3 айдан кейін азаматтық алса да, алмаса да әртүрлі жолдармен ақша беріп те өзінің мақсатына жете алатынын ескерсек, Ресей азаматтарының келуі біздің еліміздің болашақ тағдырына өте зор қауіп емес пе деген күдігімізді күшейтпесе азайтпайды. Әрине, Ресей азаматтарының Қазақстанға көптеп келуінің көптеген тиімсіз себептері бар. Соның бірі, онысыз да оңала алмай тұрған тіл мәселесіне ауыр соққы болуы мүмкін. Яғни Қазақстан тәуелсіз мемлекет дегенмен, бұл елде орыс тілінің мәртебесі қазақ тілінен биік тұрғанын өздеріңіз білесіздер. Екінші жақтан солтүстік облыстарымызда әлі де
орыстардың және орыс тілді азаматтардың санының басым екені көпке мәлім. Осыған байланысты Қазақстан өкіметі соңғы кездері солтүстікке көш бағдарламасын іске қосқан, алайда бұл бағдарлама өз діттеген мақсатына әлі жете алмай жатыр. Демек, орыс азаматтарының көптеп келуі осы өңірдегі ұлттар арасындағы тепе-теңдікті онан арман бұзуы мүмкін. Яғни, солтүстік өңірлерде орыс азаматтарының саны күрт көбейеді. Бұл өз кезегінде Қазақстанда орыс тілді мектептердің көптеп ашылуына, орыс тілді балабақшалардың көптеп ашылуына мұрындық болатыны айтпаса да түсінікті. Екінші жақтан, Ресей азаматтарының көптеп келуі Қазақстанда жұмыссыздық мәселесін асқындырады. Қазақстан онсыз да жұмыссыздық мәселесі асқынып тұрған елдің бірі. Әсіресе пандемиядан кейін біздің елде жұмыссыздық салыстырмасы көрнекті түрде артты. Соғыс басталғалы да соғыстың салқыны Қазақстанға да оңай тиген жоқ. Міне дәл осындай кілтен кезеңде Ресейден азаматтардың көптеп келуі жұмыссыздық мәселесін тіпті де асқындыра түседі. Үшінші жақтан айырып айтқанда, Ресей азаматтарының көптеп келуі Қазақстандағы денсаулық сақтау саласына да үлкен салмақ салады. Сонымен қатар әртүрлі аурулардың көптеп таралуына да мұрындық болуы мүмкін. Соның ішінде СПИД, яғни ағылшынша айтқанда AIDS ауруларының таралуы, жыныстық аурулардың таралуы артуы мүмкін. Өйткені қазір Қазақстанға келіп жатқан азаматтардың көбі қылшылдаған жастар, көбі ер адамдар. Төртінші жақтан алып айтсақ, Ресей азаматтарының көптеп келуі еліміздің қоғамының орнықсыздығына да әсер етуі мүмкін. Ұрлық, қарлық көбейеді, тонаушылық асқынуы мүмкін. Бесіншіден, елімізде үй бағасы, зат бағасы шарықтап қатты қымбаттауы мүмкін. Қазірдің өзінде Қазақстанда пәтер жалдау бағасы 2 есеге қымбаттады деп жатыр. Кейбір қаны қазақ азаматтардың өзі үйінде пәтер жалдап отырған өзіміздің қарагөз қандастарымызды шығарып жіберіп 2 есеге қымбат бағамен Ресей азаматтарына жалға беріп жатқан жағдайы күн сайын көбейіп барады. Осы ма біздің отаншылдығымыз, ұлт жандылығымыз қайда, елім жандылығымыз қайда? Алтынды көрсе періште жолдан таяды деп, ақша үшін өз қандасымызды да іштен теуіп жатырмыз. Ертең егер ел басында күн туса, осы азаматтар қай жағында тұрады? Бұл да ойланатын мәселе. Дегенмен халық арасындағы қорқыныштарға келсек, осы Ресей азаматтарының келуінде басқа мақсат жоқ па деген күдікте жоқ емес. Өйткені Ресей билігі әскерге шақыру жөніндегі қаулы қабылданғаннан кейін әскерге барғысы келмеген өз азаматтарының шетелге қашатынын білмей ме? Осы тұрғыдан алғанда әскерге шақыру қаулысы арқылы Ресей өз азаматтарын төңірегіндегі көрші елдерге әдейілеп көптеп кіргізіп отырған жоқ па деген күдікте күшейеді. Қазақстан үшін алғанда бұның да негізі жоқ емес сияқты. Өйткені соңғы кездері геосаяси жағдай құбылып тұр. Ресейдің аяқ астынан Украинаға басып кіруде Қазақстан билігін ойға салды. Оның үстіне Қытай президенті Ши Цзиньпиннің Астанаға келіп мемлекет басшысы Тоқаевпен кездесуі, кейбір уағдаластықтарға қол қоюда Ресейге жақпай қалды. Әсіресе Қытай президентінің біз Қазақстанның тәуелсіздігін қандай жағдайда қолдаймыз, территориялық тұтастығын қолдауға, қорғауға әзірміз деген сөзі Ресейге қаратып айтылғаны анық. Демек, Қытай тұрғанда Ресей ашық түрде Қазақстанға соғыс ашып басып кіре алмайтыны бесенеден белгілі. Өйткені қазір Қазақстанда Қытайдың да көптеген экономикалық мүддесі тұр. Іргесіндегі Қазақстанды Қытай ашықтан ашық Ресейдің басып кіріп жаулап алуына жол бере қоюы екіталай. Демек, Ресей қазір Қазақстанға ашық әскер бастап, әскер тартып басып алатындай деңгейде емес. Дәл осындай жағдайда Қытайдың біз Қазақстанның тәуелсіздігін қорғаймыз, қашанда Қазақстанның территория тұтастығын қорғауға дайынбыз деп мәлімдеме жасауы Ресейді қатты қорқытқан болуы мүмкін. Сол себепті ашық әскер бастап кіре алмайтын болғандықтан осы әскерге шақыру дейтін арнаулы жымысқы саясаты арқылы өз азаматтарын шетелге жіберіп жатқан болудан мүмкін деген болжамда жасалып жатыр. Қарап отырсаңыз, бұл болжамның да жаны жоқ емес секілді. Өйткені 6 ай уақыт ішінде Қазақстанға 1.600.000 адамның кіруі, оның көбі ер азамат, соғысқа жарайтын азаматтардың болуы шынымен ойландырады. Ресейдің азаматтарды әскерге шақыруы
бұл Ресей үшін де өте тиімсіз болды. Соғысқа шақыру жайлы қаулы шыққаннан кейін Ресейден қаншама азамат шетелге қашып кетті. Бұл Ресей жөнінен алғанда 6 ай бойы соғысып, бүкіл экономикасын, қару-жарағын Украинаға тасып, соның әсерінен әлемдегі ең санкция көп салынған елге айналып, бүкіл халықаралық қауымдастықтан жетім қалып, оқшау қалып, санкцияның қыспағында отырған Ресей үшін енді еңбек күштің тапшылығын туындатады. Оның үстіне санкция салынғаннан кейін Ресейден қаншама шетелдің компаниялары көшіп кетті. Ал енді міне өзінің азаматтары ел басында күн туып, билігі соғысқа барамыз, біздің территориямызға басқалар шапқыншылық жасап жатыр деп әскерге шақырған кезде Ресейдің өз азаматтары, әсіресе орыстар, міне отанын тастап шетелге қашты. Ресейдің билігі өтірік ақпарат таратып, Ресей әскерін Украинаға кіргізген кезде мәу деп мыңқ етпеген Ресей халқы өз басында күн туған кезде не істерін білмей, шетелге босып кеткен 6 миллион Украин халқының күйін бір-ақ күнде кешті. Демек, Ресей билігінің Ресей азаматтарын соғысқа шақыруы өз жан тамырына да балта шапқанмен бірдей. Бұл соғыстың зардабын ауырластырмаса, ешқашан жеңілдетпейді. Әрине, кейбір сарапшылар Ресейдің азаматтарды соғысқа шақырып, сонымен қатар Украинаның шығысы мен оңтүстігіндегі 4 облысты референдум арқылы өзіне қосып алуға тырысуының өзі Украинаға салмақты соққы берудің бастамасы деп бағалап жатқандар жоқ емес. Олардың уәжіне жүгінсек, Ресей референдум арқылы Украинаның шығыс және оңтүстік бөлігіндегі Луганск, Донецк, Запорожье және Херсон облыстарын өзіне қосып алып, Украина қарулы күштері Ресей жеріне шабуыл жасады деп Украинаға ресми түрде соғыс ашады және осы өңірлерді қорғау үшін қолындағы ең қуатты қаруларын іске қосады. Бұның ішінде биологиялық, химиялық және ядролық қарулар да бар. Осы арқылы Украинаны күйретіп жібереді деп болжам жасап отырған азаматтар да жоқ емес. Біз бұл пікірге келісе қоймаймыз, өйткені қазірге дейін Ресей 1000 жерден бұл әскери операция деп атағанымен Украинада барлық күшін қолданды. Былайша айтқанда өзінің әскери қуатының негізінен сарқып болды деуге болады. Қаншама адамнан айырылды, қаншама техникасынан айырылды, қаншама экономикасынан айырылды, қаншама азаматынан айырылды. Азаматы демекші, кеше Ресей қорғаныс министрлігі мәлімдеме жасап, қазірге дейінгі соғыста біздің 5937 әскеріміз қаза тапты деп мәлімдеді. Аузы мұрны қисаймай тұрып. Ал Украин тарапы болса нақты санды жариялады, яғни соғыс басталғаннан қазірге дейін Украинаның 55 мыңнан астам әскері қаза тапқан. Егер Ресей билігінің мәліметі рас болатын болса, 6 айдан астам уақыт соғыста небәрі 6 мыңға жуық әскері өлген болса, Ресейдің Украинаға басып кірген 200 мыңға жуық әскері қайда? Не үшін көшеде жүрген алқаштарды, түрмеде отырған қылмыскерлерді, сондай-ақ жайғалықты ақша беріп Украинаға тасып жатыр? Демек, Ресей өз өтірігін өз ашып жатыр деуге болады. Әрине, халықаралық қауымдастықтың алаңдап отырған бір мәселесі, Ресей осы өңірлерді қорғау үшін ядролық қаруларды қолдануы мүмкін деген болжам. Бұл жөнінде Украина қорғаныс министрлігі Ресей өзі басып алған өңірлерді қорғау үшін ядролық қаруларды қолдануы мүмкін деген ақпаратты жоққа шығармайтынын мәлімдеді кеше. Дегенмен Ресейдің кейбір генералдары қазірше Ресейге ядролық қаруды қолданудың қажеттілігі тумағанын айтып жатыр. Ал батыс елдері болса, егер Ресей Украинаға атом қаруын істететін болса, оның зардабы өте ауыр болатынын әлдеқашан ескертті. Әсіресе Ұлыбританияның премьер-министрі Трас кеше мәлімдеме жасап, біз Ресейдің Украинаның шығысында өткізген референдумын ешқашан мойындамаймыз, бұл барып тұрған арсыздық. Біз Украина жеңгенше Ресейге ешқашан тыныштық бермейміз. Алдағы уақытта қуатты қаруларымызды Украинаға жеткіземіз. Мен айтып тұрған қуатты қарулар қазірдің өзінде ұшаққа тиеліп жатыр деп мәлімдеме жасады. Ал бүгін ақш-тың мемлекеттік хатшысы Антони Блинкен, Ресей соғысты тоқтатса, соғыс тоқтайды. Ал Украина соғысты тоқтататын болса,
Ukraina деген мемлекет құрдымға кетеді деп мәлімдеді. Украина соғысының сипаты жайлы бұдан асырып айту қиын әрине.